Саламатсыздар ма? Бүгін біз жасанды интеллектпен осылай суреттерді сөйлететін боламыз. Ол үшін бізге DD.com сайты керек болады. Ең әуелі Google-дың іздеу жолағына Studio DI деп жазамыз. Келесі бізде осындай бет ашылады. Осы жерден өзіміздің Google аккаунтымызды тіркейтін боламыз. Осы батырманы басамыз. Келесі бізде осындай бет ашылады. Және де бірінші Google-ды таңдап, ішіндегі өзіңіздің аккаунтыңызды таңдайсыз. Мен аккаунтқа уже тіркеліп қойғанмын, сол үшін менде сразу кіріп кетеді. Келесі бізде осындай бет шығады. Google аккаунтпен кіргеннен кейін осы жерден For My Job таңдаймыз. Келесі осы жерден бірінші батырманы басамыз. Next батырмасын басамыз. Одан кейін бізде осы жерден Education таңдап аламыз, яғни оқу. Келесі осы жерден бірінші батырманы басамыз. Келесі тағы да бірінші батырманы басып, неге біздің сайтымызға тіркелді. Мына жерде X батырмасын басамыз. Міне сіздің астында аты жөніңіз осылай жазылып тұрады. Және де 20 деп тұрады. Бұл 20 дегеніміз, сіз 20 рет осы платформаны пайдалана аласыз. Және де жұмысты жасау барысында осы Create батырмасын басамыз. Видео таңдаймыз видеоны. Келесі осы жерде әртүрлі осындай адам бейнелері тұрады, сұлбалары. Және де өзіңізге ұнағанын таңдап алсаңыз болады, немесе өзіңіз жүктесеңіз болады. Осы жерден бірінші батырманы значокты басып, өзіңіздің суретіңізді осы жақтан таңдап алсаңыз болады, әзірлеп қойған суретіңізді. Соған қарай ары қарай жұмыс жасай бересіз. Келесі біз осы жерден осы персонажды таңдап алайық. Келесі осы жерге өзіңізге қажетті текстті жазасыз. Болмаса алдын ала дайындап қойған текстті алсаңыз болады. Келесі осы жерге Қазақстанды тауып таңдаймыз. Мінекей Қазақстан. Енді сізге қыз адам болса Айгүлді, егер ер азамат болса Дәулетті таңдайсыздар. Одан кейін өзіңіздің сөзіңізді жазасыз. Және де астына осындай значок тұрады. Бұл жерде сіздер осыны басып, қанша кішкене болсын тоқтатып қоюға болады. Мысалы, тез сөйлеп кетпеу үшін осы жерге тағы да 3 нені қойып, сағатты белгілеп, одан кейін жазуыңызды жазсаңыз болады. Арасында кішкене тоқтап барып сөйлейтін болады. Келесі енді осыны Create Video. Осы батырманы басамыз сары. Мінекей біздің видеомыз дайын болып жатыр. Кішкене күтеміз. Видео дайын болды. Енді осыны жүктеп алсақ болады. Мысалы, осы жерде жүктеу батырмасын басамыз, download. Немесе үстін басып көрсеңіз болады. Сәлем оқушылар. Көңіл күйлерің қалай? Мінекей біздің жұмысымыз дайын болды. Енді загрузки бөліміне өтіп, мінекей видеомыз жаңа видео. Сәлем оқушылар. Көңіл күйлерің қалай? Мінекей жаңа жасалған видеомыз дайын болды. Біздің енді осыны өзіңіздің презентацияңызға апарып, керек жеріне қойсаңыз болады. Немесе жаңа өзіңіздің дайындап алған текстіңізді апарып қойсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі видео сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Кәделеріңізге жарасын.